Қазақстанда су таусылуда. Астанадағы су дағдарысы. 2019 жылы 9 миллионнан астам халқы бар Үндістанның 6-шы ірі қаласы Ченнай ыстық толқынның салдарынан құрғақшылықты бастан өткерді. Қала қызметтері сумен қамтамасыз етуді 40%-ке қысқартуға мәжбүр болды. 50 градус ыстықпен барлық кондиционерлер өшірілді. Ауруханаларда орын жеткіліксіз болған. Су басқа облыстардан резервуарлармен әкелінді. Адамдар аптап ыстықта бірнеше сағат кезекте тұруға мәжбүр болған. Бұл ретте олар отбасына 30 литр ғана алатын. Кім бай болса, суды жеке саудагерлерден сатып ала алатын. Қолында суы бар кемелерді немесе көліктерде цистерналарды тасымалдайтын адамдарға шабуылдар басталды. Үкімет науқарсыз болды. Бұрын жер асты су көздерін алу арқылы адамдарды құтқаратын, бірақ су көздері де кеуіп қалған. Жаңбыр 9 миллион тұрғынның жалғыз үміті еді. Егерде сіз бұл оқиғаның Қазақстанға не қатысы бар десеңіз, бұл видео сіз үшін. 2022 жылы Қазақстан Республикасы парламент сенатының Ақмола облысынан сайланған депутаты судың сыртқы көздерінің қысқарып жатқаны 40% шағын болатынын айтты. Сонымен қатар, судың барлық инфрақұрылымы жоғары деңгейдегі тозуға ұшырайды. Оны екібастұздықтар биылғы қыста, астаналықтар көктемде сезінді. Еліміздің оңтүстігінде шаруа қожалықтарының суару үшін су мәселесі жеткіліксіз. Ғалымдардың айтуынша, 8 жылдың ішінде елдегі су деңгейі 15%-ке төмендейді. Президент мәселені шешуге шақырды. Ел экономикасын тұрақты дамытуға су тапшылығы қатты кедергі болып отыр. Қазір бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесіне айналды. Сырттан келетін су азайып барады. Сол судың өзін тиімсіз пайдалану жағдайды одан әрі ушықтырып отыр. Судың 40% құмға сіңіп жатыр. Бұл салада басқа да түйткілдер аз емес. Атап айтқанда, инфрақұрылым әбден тозған. Сондай-ақ автоматтандыру және цифрландыру деңгейі төмен. Ғылыми негіздеме жоқ, мамандар тапшы. Бұл мәселелерді шешу үшін үкімет жанындағы су кеңесінің жұмысын жандандыру қажет. Білімді сарапшыларды жұмысқа тарту керек. Қажетті мамандарды даярлау үшін бұл саладағы іргелі әрі мықты жоғары оқу орнын анықтаған жөн. Су саласын дамытудың 3 жылдық жобасын әзірлеу керек. Біздің еліміз инфрақұрылымдық мәселелерді өз күшімен шешеді. Жылу электр орталығының жаңарту туралы қаулы шықты. Ал елордаға жаңа су қоймасын салу және салынғандарына жаңарту жоспарлануда. Бірақ тағы бір мәселе бар. Қазақстанның су ағының 44% оның шекарасынан тыс. Республикамен шектесетін көршілес елдерге қалыптасады. Ал олармен тіл табысу оңай емес. Біздің соңғы бейнемізден сіз судың біздің планетамыздағы ең құнды ресурс екенін біле аласыз. Жер бетіндегі барлық судың тек 1% ғана бізге жетеді. Ал біз 1%-ті мүмкіндігінше қисынсыз пайдаланамыз. Мысалы, сол Үндістанда киелі Годавари өзенінде ғалымдар емделіп жатқан адамның денесінен жоғары концентрацияда антибиотиктерді тапты. Бұл бактериялар есірткіден де қауіпті. Ал ең қарапайым вирустар бізді өлтіреді. Оның үстіне 2050 жылға қарай әлем халқының 50% судан айырылады. Яғни бүкіл әлем Ченнайдағыдай жағдайда болады. Ал біз Ауған Иран қақтығыстарынан байқауға болатындай су үшін соғысты көріп жүрміз. Сондықтан да суды үнемдеңіз.